Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында дайындалатын итальяндық 12 қасық пирогын әзірлейтін боламыз. Ең алдыменен 3 таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Ал енді үстіне 12 қасық шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Шекері ерігенше араластыру қажет. Ал енді үстіне тағы да 12 қасық сүтімізді құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне тағы да 12 қасық сұйық майымызды құямыз. Және де 12 қасық ұнымызды алып, оны да електен өткіземіз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Және де осылай тағы да араластыратын боламыз. Осы араластыру барысында бір кішкентай қасықпенен разрыхлитель салып жіберсеңіздер болады. Бір шай қасықпен. Және оны да тағы да араластырып, жақсылап осындай қоймалжың массаға ену қажет. Және де осындай арнайы торт пісіретін қағазымызды алайық. Меніңкі Поклан фирмасының қағазы. Осылай кесіп, осындай формаларыңыз болатын болса, формаға салсаңыздар болады. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алсаңыздар болады. Ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын, өте дәмді, шаймен ішкенге жасап көрсеңіздер болады.